Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында гамбургер жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, секер, тұз және ашытқы, яғни дрожжыны салып, аз мөлшерде ұн салып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Он минутымыз өтті. Үстіне сұйық май құйып, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеген қамырымыздың бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше котлетін жасаймыз. Котлетке бізге тартылған ет, күштен өткізілген 1 пияз, 1 жұмыртқа және татымына қарай тұзы мен бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін форма жасаймыз. Осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек жасап, котлетіміздің формасын шығару керекпіз. Біздің котлетіміз жұқа және алақанымыздан сәл үлкендеу болу керек. Барлық котлеттерімізді осылай жасап дайындап аламыз. Қызып тұрған майға котлеттерімізді саламыз. Котлетіміз жұқа болу керек, сондықтан осылай қасықпен үстінен басып жібереміз. Қақпағын жауып, екі жақ бетін қызартып пісіріп аламыз. Қамырымыз көтерілді. Қолымызды майлап алып, қамырымызды тең бөліктерге бөліп аламыз. Противенімізге пергамент қағазын төсеп алып, қамырымыздан осындай форма жасап, барлығын қойып шығамыз. Біздің қамырымыз көтерілу керек, сол үшін осылай үстін сүлгімен жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз.
Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ болып пісті. Ортасынан осылай 2 тең бөлікке бөліп аламыз. Кесіп алғаннан кейін котлет пісірген майымызға осылай бір жақ бетін кішкене қызартып аламыз. Гамбургерімізді жинаймыз, астыңғы бөлігіне кетчуп жағамыз, үстіңгі бөлігіне майонез жағамыз. Салат жапырағын саламыз. Қызанағымызды, яғни помидорымызды саламыз. Оның үстіне ірімшігімізді қоямыз. Котлетімізді қоямыз. Қиярды қоямыз. Және салат жапырағын салып, үстіңгі бөлік булкиімізді қоямыз. Гамбургеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Толық рецептісін видеоның астында қалдырамын. Менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Салима.